Қарқынды цифрлы қоғамда оқушыларды қалай және неге оқытамыз деген сұрақ туады. Қазіргі заман оқушылары робототехника, программалау, зерттеу, жобалау жұмыстары қызықтырады. Оларға тек білу аздық етеді. Олар зерттеу және өз жобаларын қорғағысы келеді. Енді осыған қалай үйренеміз дегенде көмекке STEM келеді. Қазіргі әлемдік білім беруде STEM трендке айналды. STEM-нің Қазақстандағы және әлемдегі жағдайына көңіл бөлсек, көптеген мемлекеттер STEM бағдарламаларын қабылдады. Соның айғағы Австралия мемлекеті 2016-2026 жылдарға үкіметтік бағдарламасы қабылданды. Қазақстанда бұл жұмыс кенже болса да қолға алынды. Сол тарапта біздерде Орал Назарбаев зияткерлік мектебі ұстаздары 2019-20 оқу жылы өзіміздің STEM жұмысымызды бастадық. Соның нәтижесінде бірнеше жобалар іске асты. Добрый день, коллеги. В НИШ ФМН города Уральск в 2020-2021 учебном году увеличилось число творческих групп по STEM-обучению. Так, на региональной конференции 3 творческие группы представили результаты своей работы. В течение всего учебного года работал внутришкольный курс, который посещали учителя химии. Мы разработали STEM-уроки по программе химии 7 класса и в этом учебном году собираемся внедрять его. Кроме того, учителя участвовали в конкурсах, организованных караванов Knowledge, и 3 учителя стали финалистами проекта Жанат Талап. В данное время эти учителя проходят обучение для сертификации как тренеров по STEM-образованию. Коллеги, мы призываем вас к внедрению STEM-образования в вашу практику. Сейчас вашему вниманию предоставляется эксперимент как элемент STEM-образования из программы 7 класса. Hello, dear students of the 7th grade. Welcome to the chemistry department. Now I would like to introduce you Spark Science Learning System. You can use this device when you learn new chemistry concepts and while you're doing chemistry research work. So, using Spark device, you can measure various parameters such as temperature, concentration, pH, electroconductivity, and other parameters. So now let's talk about pH. So pH is a measure of acidity and alkalinity of a solution. Using Spark device, you can measure and monitor pH of soil, water, food, and beverage products. So now let's do research with you. I have 3 solutions. First, water, second, salt solution, and third, citric acid solution. So first, water. As you can see, the pH of the water equal to 7.2. And next solution, we have soap solution. So, as you can see, pH is equal to 9.4, so it is concentrated soap. And the next acid, citric acid, but first of all, I need to clean my pH meter, and then let's check. So, as you can see, pH of acid equal to 2.4. So, using this Spark electronic device, you can measure various solutions as soil, water, beverage, juices, and etc. And you can use this device at your science project. So, dear students of the 7th grade, I wish you good luck this academic year and in exploring science.